Баршаларыңызға сәлем, қасиетті жұма аптамыз құтты болсын дей отыра, бүгін мен сіздермен жеті шелпектің рецебімен бөлісетін боламын. Ашытқысыз, сүтсіз, дәмді әрі жұмсақ болып пісетін шелпекті менімен бірге даярлаңыздар. Шелпегімізді даярлау үшін 500 грамм ұн, 250 мл салқындатылған су, 1 ас қасық сұйық май, 1 шай қасық тұз, жарты шай қасық соданы суымызға қосып, барлығын араластырып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды жарты сағатқа тындырып қоямыз. Жарты сағат ішінде бірнеше рет илейміз. Мен 3 рет иледім. Міне менің қамырымның иі қанды, ал енді 7 бөлікке осылай теңдей қылып бөліп аласыздар. Және осындай домалақтар жасап аласыздар. Бір 5 минутқа қойып қоясыздар, жақсы жайылу үшін. Содан соң осылай жұқа қылып дөңгелек жасап аласыздар. Барлығын жақсылап жайып алғаннан кейін қызған табамызға шелпекті екі шетінен көтере отырып пісіретін боламыз. Жеті шелпегіміз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Қасиетті жұма қабыл болсын баршаңызға. Сіздермен болған Айгүл Сәкенова. Назарларыңызға рахмет. Егер осы видео сіздерге ұнаса, міндетті түрде комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.